Мен номері 103 орта мектебінің мұғалімі Маханова Мақура Мадиярқызы, Қызылорда облысының әкімі Әбдіқалықова Гүлшара Наушақызының ұлы жеңістің 75 жылдығына орай ұйымдастырған жасампаз жасақ шарасын қабылдаймын. 1941-45 жылдарды қамтыған екінші дүниежүзілік соғыс Европаны өртке орады. Советтер одағына қарсы ажал оғын төккен Гитлер әскерлеріне қарсы бүкіл ел болып тізе біріктіріп майданға аттанды. Осындай сәтте менің атам Арыспаев Ақмолда Мұсайұлы да ел мүддесінен сырт қалмады. Арыспаев Ақмолда Мұсайұлы 1916 жылы күзде дүниеге келген. Заманның аумалы кетпелі кезінде ағайындарымен Өзбекстан жеріне қоныс аударады. Сол жақта Ташкент педагогикалық училищесін тамамдайды. Еңбек жолын 1937 жылы Өзбек жері Орджоникидзе ауданындағы номері 121-ші 7 жылдық мектепте бастайды. 1942 жылы қазан айында Ұлы Отан соғысына аттанады. Дон бойындағы Ростов бағытында қиян-кескі ұрыстарға қатысып, Ворошилов, Болышев қалаларын неміс оккупанттарынан азат етуге қатысады. Харьков маңындағы кескілескен ұрыстарда бірнеше рет жараланып, соғысқа қайта кіріп отырған. 1943 жылы соңғы рет қолынан жараланғанда соғысқа жарамсыз болып, елге 3-ші топтағы мүгедек болып оралады. Елге келгеннен кейін 1945 жылы сәуірде 1-ші май атындағы номері 6-шы мектеп-интернатында меңгеруші болып, 1945 жылы қыркүйекте Сырдария ауданы Ортақшыл мектебінде директор қызметін атқарады. 1952 жылы номері 143-ші 7 жылдық мектепте директор, 53 жылдан сол мектепте мұғалімдік қызмет атқарады. 1954 жылы Сырдария ауданы Макаренко атындағы мектепте қазақ тілі пәнінің мұғалімі, 1956 жылы Киім мектебінде орыс тілінің мұғалімі, 1961 жылдан 87 жылға дейін қазіргі Жақпек Махамбетов ауылындағы номері 143-ші мектепте орыс тілінің пәні мұғалімінің қызметін атқарады. Соғыстағы көрген қиыншылығы, отан үшін, ел үшін еткен еңбегі еленіп, мемлекеттік наградаларға ие болды. Атап айтсақ, Кеңес одағының маршалы Жуков медалімен, Украинаны азат еткен үшін медалімен, Отан соғысының 2-ші дәрежелі орденімен, еңбек ері медалімен, ұлы жеңістің 20, 25, 30, 35, 60 жылдық мерекелік медальдармен марапатталған. Ардагер әке бейбіт өмірде жанұя құрды. 8 бала тәрбиелеп, олардың жоғарғы білім алуына мұрындық болды. Елге құрметті болды. Айтар ойы, биік көзқарасы бар еді. Ардагер ұстаз 2010 жылы 14 ақпанда 94 жасында дүниеден озды.